Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс апта жаңалықтар легін ұсынамыз. Астанада алғашқы медициналық санитариялық көмек қызметіне арналған халықаралық конференция өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың республика күнімен құттықтап бірнеше азаматқа мемлекеттік награда табыстады. Астана мен Алматыда халықаралық француз орта мектебі ашылды. Израильдің соққыларынан 5000-нан аса адам зардап шекті. Қарағанды облысында Сібір жарасы жұқтырған науқастардың бірі көз жұмды. Толығырақ біздің арнада. Медициналық санитариялық алғашқы көмек жөніндегі Алматы декларациясының қабылдағанына 45 жыл және Астана декларациясына 5 жыл толуына орай ұйымдастырылған жаһандық конференцияның пленарлық отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысты. Осыдан 45 жыл бұрын медициналық санитариялық алғашқы көмектің әлеуметтік тұрғыда әділетті моделіне негіз болған Алматы декларациясы қабылданғанын және бұл декларация әлемдік денсаулық сақтаудың ұлы хартиясына айналып, көптеген елдің халық денсаулығын жақсарту үшін қолданылып жатқанын атап өтті. Бұл аса маңызды және айтулы оқиға. Бүгін Астана төрінде 70-тен астам елдің мамандары бас қосып отыр. Алқалы жиынға мәртебелі меймандар арнайы келді. Бұл жиынның ауқымы жаһандық форумның мәртебесіне шын мәнінде лайықты деуге толық негіз бар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен еліміздің әлеуметтік, экономикалық, мәдениет, рухани дамуына халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан елеулі үлесі мен белсенді қоғамдық қызмет үшін бір топ азамат мемлекеттік наградалармен марапатталды. Жалпы биылғы мемлекеттік наградаларды тағайындауда қарапайым азаматтарға басымдық берілді. Атап айтқанда марапатталғандар арасында 298 ұстаз бен денсаулық сақтау саласының қызметкерлері, 259 ауыл шаруашылығы маманы, 119 еңбек ардагері, өндіріс саласының 88 жұмысшысы бар. Бұл қарапайым еңбеккерлердің мәртебесін асыруға, қоғамдағы қадірін арттыруға бағытталған нақты қадам. В то же время следует помнить и допущенные ошибки. Они, конечно, были. Извлекать из них полезные уроки, чтобы обеспечить поступательный прогресс Казахстана. Үкімет қаулысының жобасымен Қазақстанда 2 халықаралық француз орта мектебін ашу жоспарланып отырғаны белгілі болды. Олардың бірі Астанада, екіншісі Алматы қаласында ашылады. Екі ел үкіметтері арасындағы келісім жобасына сәйкес Қазақстанда ашылған француз мектептерінде қазақстандық және Қазақстанда тұратын шетелдік балалар да білім ала алады. Мектептегі білім беру Францияның мемлекеттік оқу орындарында қолданылатын бағдарламаларға негізделіп, оқыту көбіне француз тілінде жүргізіледі. Дегенмен сабақтар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде де өтеді деп жоспарланған. Газа секторында зардап шеккендердің саны 5000-нан асты. 15000-нан астам адам жарақат алды. Соңғы 24 сағат ішінде Израиль Газа секторына 43 жаппай шабуыл жасаған. Израильдің Газаға жасаған шабуылынан қаза тапқандар саны соңғы 24 сағатта 481 адамға көбейіп 7028-ге жетті. Газа денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Ашраф Әл-Кудраның мәлімдеуінше, эксклавтағы израильдік шабуылдардың құрбандары арасында 2913 бала, 1709 әйел және 397 қарт адам болған. Газа секторының 18484 тұрғыны зардап шеккен. Сондай-ақ ол соңғы 24 сағат ішінде Израиль Газа секторына 43 жаппай шабуыл жасағанын айтты. Шабуыл салдарынан қираған ғимараттар үйінділерінің астынан әлі де адамдар бар. Ресми ақпаратқа сәйкес 1650 адам, оның ішінде 940 бала із-түзсіз жоғалып кеткен. Қарағанды облысының Топар ауылында Сібір жарасын жұқтырған науқастардың бірі көз жұмды. Ол облыстық клиникалық ауруханада 23 қазанда жатқызылған. Ақпаратқа қарағанда 75 жастағы ер адам 27 қазанда таңертең реанимация бөлімінде көз жұмған. Облыстық денсаулық сақтау департаментінің мәліметінше, марқұм медициналық көмекке кеш жүгінген, ал қалған 2 науқастың жағдайы тұрақты. Айта кетейік, облыстағы Топар ауылында бірнеше тұрғыннан ұшпа қойда анықталып, елді мекенде карантин енгізілген еді. Дәрігерлердің айтуынша, ауруханаға жатқызылған науқастар осы елді мекенде тұрады. Қазір ауылға кіре беріс жерде арнайы бекет орнатылған. Ақпараттар легі осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақньюс.kz сайтынан көре аласыз. Келесі жүздескенше.